Хакім Абайдың 175 жылдығы. Бүкіл әлем назары Абай іліміне ауған. Біз де сол асыл маржанның бір түйірінен ғибрат алмақпыз. Мен Абай іліміндегі ерекше орын алатын жүрек туралы бір шығармасын оқып сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас, сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызыл қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас. Ал Нұрсағым, сен қай шығармасын жұрт назарына ұсынасың? Хакім Абайдың 8 аяғы. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлемін десең, өзің біл. Өткірдің жүзі кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра аламас. Уайымсыз, салғаттық, ойыншыл, күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе күлді ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Жақсы. Әрине, Абай Хакімнің өлеңдерін, ақылия сөздерін, діни трактатын жатқа білетін үлкенді жас та бар. Біздің елімізде, өзге елдерде. Біз бір шығармаларынан жүзінде оқып отырғанның өзінде мүдіріп жатқан жайымыз бар. Дегенмен, бұл бізге міндет жүктейді, тереңдету, кеңейту, осы аз оқығанымыздың өзінен ғибрат алу бізге мұрат болып қалмақ. Осыны еліміздің жақсы жайсаң азаматтарына ұсына отырып, біз отбасымыздан осы үрдісті жалғастыруды сұраймыз. Мен балаларыма, жастарыма, студенттеріме осы істе сәттілік тілеймін.